Ресейдің Украинадағы соғысы уақытша тоқтайтыны жайлы деректі естіп жатқанымызбен ары қарай не болатынын әзірге ешкім дөп басып айта алмайды. Соғыс түпкілікті тоқтатылған жағдайда да Украинаның мүддесі толық қорғалатынына ешбір сенім болмай тұр. Американың жаңа президенті соғысты қалайда тоқтатамын деп белден басқысақ келеді, бірақ ол Ресейде емес, Украинаны белден басуға бекінген сияқты әсер қалдырады. Мұндай жағдайда Украина өз мүддесін толық қорғай алмайды. Тіпті жерінің бір шетінен айырылуы да ғажап емес деп жатыр. Әрі Америка президенті бұл мәселеде таразы басын тең ұстай ала ма дегеннің өзіне жұрт күмәнмен қарай бастады. Себебі ол Украинадан гөрі Ресейге қарай иығын берсе туралықтан таймай ма деген сөз көп. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Бүгін, яғни 18 наурызда ақш президенті Ресей президентімен телефон арқылы сөйлесетіні белгілі болған. Бірақ не сөйлесетіні айтылмаған, оны бүгін білетін боламыз. Бұған қатысты сан саққа жүгірте жазып, айтып жатқан ақпарат құралы көп. Солардың қатарында кешке қарай неге KZ ақпараттық сараптамалық порталда мақала басып, бұған көзқарасын танытты. Келісуімізде, келіспеуімізде мүмкін. Трамп пен Путин ертең не айтады деген тақырыппен берілген материалда мынадай деректер келтірілген. ақш президенті Дональд Трамп ертең, яғни 18 наурызда Ресей президенті Владимир Путинмен сөйлесетінін айтты. Екі қошқар соғысты тоқтатуға келісе ала ма? Бұған дейін ақштың ресми өкілдері Мәскеуде кездесу өткізіп, нәтижесін Трамп өтте жақсы әрі жемісті болды деп бағалаған. Дегенмен Путин соғысты тоқтатуға себеп болатын өз шарттарында айтқан. Кімнің таразысы ауыр тартары әзірге белгісіз. Президент Путинмен сейсенбі күні сөйлесемін. Демалыс күндері бірталай жұмыс атқарылды депті Трамп әуеде. Мұны ол Флоридадан Вашингтонға ұшып келе жатқанда өз ұшағының бортында журналистерге айтқан. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі жазды. Келісімге келу мүмкіндігі қандай деген сұраққа ақш президенті соғысты тоқтата аламыз ба, көреміз. Келісуімізде, келіспеуімізде мүмкін. Бірақ менің ойымша келісуге мүмкіндігіміз өте жоғары деп жауап берді. Бұдан бөлек Дональд Трамп Путинмен жер туралы, электростанциялар туралы сөйлесетінін меңзеді. Оның жер дегені Ресей басып алған аймақтар, ал электростанциялар дегені Ресейдің бақылауына өткен Запорож АЭСі жөнінде болуы мүмкін. Менің ойымша екі тарап Ресей мен Украина көп нәрсені талқылап үлгерді. Біз осы туралы айтамыз. Белгілі бір активтерді бөлу жөнінде сөз етеміз деген Дональд Трамп оның қандай активтер екен басын ашып айтпады. Көп ұзамай Кремльде әудеді. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков, «Я, шынымен де солай, сейсенбі күнге сондай әңгіме дайындалып жатыр» деген ол, екі президенттің арасында не әңгіме болуы мүмкін екенін жіліктеп беруден бас тартып, біз ешқашан олай істемейміз, оқиғаның алдына шығып кетпейміз деп қысқа қайырды. BBC-дің тілшісі Джеймс Лэндейлдің мәлімдеуінше, дәл қазір ұзақ мерзімді бейбітшілікке қол жеткізу туралы келісім сөз болып жатқан жоқ. Анығында соғысты тоқтатқан жағдайда екі елдің арасындағы шекара сызығы қай жерден түседі деген мәселе талқыланып жатыр дейді Джеймс Лэндей. Ал бұған Украина келісе қоя ма? Ресейдің сыртқы істер министрлігі Трамп пен Путиннің телефон арқылы екінші рет сөйлесуі қарсаңында Украинаға қатысты ұзақ мерзімді бейбіт келісімнің кез келгені Мәскеудің талабына сай келуі керек деп мәлімдеді. Известия газетіне сұхбат берген Ресейдің сыртқы істер вице-министрі Александр Грушко, біз бұл келісімнің бір бөлігі қауіпсіздікке мызғымас кепілдік болуын талап етеміз. Бұл Украинаның бейтарап мәртебесі НАТОға мүше елдердің Украинаны қатарына қабылдаудан бас тартуы деп нығыздап қойды. Трамп пен Путин алғаш рет 12 ақпанда телефонмен сөйлескен болатын. Бұл Трамптың президенттікке қайта сайланған кез еді. Келе сала әлемнің астын үстіне келтірген Дональд Трамп Мәскеуге бүйрегі бұрып тұрғанында жасырған жоқ. Ресейден гөрі Украинамен келіссөз жүргізу қиынырақ деген сыңайда сөз айтып, ақырында Ақ үйде Владимир Зеленскиймен ұрсысып тынды. ақш президентінің арнайы өкілі Стив Уитков Жиддадағы кездесуден кейін доп енді Ресей жағында деген. Онысы рас, ендігі мәселе Ресейдің допты қай қиырға қарай тебетінінде болмақ. Өйткені Кремльдің шарттары Украина үшін аса
аса қымбатқа түсейін деп тұр. Сонымен ендігі қадамдар не болады? Еуропа елдерінің ұстанымы қатая түсе ме? Украинаның әрекеті қандай болады? Ресейдің асығы алшысынан тұра ма? Даудың бет алысы ұзап кете ме? Мұның бәрін неге KZ жіті назарында ұстайтын болса керек? Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.